елестетіп көшіп кеттім мүлдем бөтен өмірге. Қара түнек бейтаныс, қол жетпес мекеніне. Қураған сүйектер өлілер әлеміне. Жайғастың қабіріңе мәңгі тозақ төсекке. Ағайын дос жаран көрші қолаң аттанан. Кім астықпен жылаған, тағдырын жасырған. Лап-шулап таратты кетті ау ақыры. Қырық қадам басылды, алыстады қарасы. Енді міне сұрақ жауап басталды. Алғаш орын ақыреттің қабір азабы. Екі періште мүнкар нәкір есімі. Жылдамдықпен ұшқан зор дауыс естілді. Сұрақ жаудырар Раббың кім деп айқайлар. Тілің байланып сөйлей алмай қиналасың. Дірілдеп қайтадан еңересең зарлап. Ұқпадың ба бәрі кештің ғой ақымақ. Ойланбай құр боласың қабірің қысқанда. Қабырғаңын саусақтай бір-біріне айқасқанда. Қане қайда пайдасы дүние мүлік жиғаның. Жолдасың қабіріңде жалғыз байлық иманың. Намазы жоқ адамның малдан төмен дәрежесі. Денің жанар тозақта, осы болар нәтижесі. Бос сатшы деп қабірден өкінішке күйінеді. Мүнкар нәкір сол кезде сұрақтармен төгіледі. Тіл байланып қабірде, лайық болмай жауапқа. Жем боласың бауырым баққалар мен шаянға. Шыңғырасың қысылып шыдай алмай азапқа. Естілмейді дауысын қабіріңнің сыртын. Қабір қысар соншалықты қасыққаның қалғанша. Әрекетін тоқтап қалар қабір пана болғанда. Намаз оқып бейшара қабіріңе түскенше. Жауап неге жинамасқа бұлай азап көргенше. Сұлтау айтпа құр қызық таза дейсің жүрегім. Ойым жоқ дейсің арым түзу дейсің ниетім. Жүрегі таза тек пайғамбар есіңде сақта ақымақ. Айтпа деме бейшара бұл азап ақиқат. Дайым бол бауырым, күтіп тұр азабың. Орныңды іздей бер, өзің жатар қабірдің.